Сәлем профессор марафонның қатысушылары. Алғашқы сабағымызға қош келдіңіздер. Мен есімім Альфия Болат болады. Және алғашқы сабағымыз бүгінгі жеке брендке арналып отыр. Жалпы жеке бренд дегеніміз не? Біреулеріңіз іштеріңізде ойлайтын шығарсыздар, мен деген танымал болғым келмейді, маған ол керек емес деп. Бірақ жеке бренд пен Инстаграм ол екеуі бір сөзбен айтқанда параллель бірге жүретін ұғым. Яғни сіз Инстаграм парақшаңызды ашып қойдыңыз. Қазір қандай күйде екенін әлі тек қана өзіңіз ғана біліп отырсыз, және сол сіздің парақшаңызды оқып отқан оқырмандар сіз туралы, сіз қалай парақшаңызды жүргізесіз Инстаграм, сол сияқты осы Инстаграм парақша арқылы сіздің қандай адам екеніңізді біліп отырады. Яғни сіздің оқырмандарыңыздың ойында бір өзіндік, бір жеке тұлға ретінде қалыптастыңыз. Міне сіздің жеке брендіңіз уже қалыптасты. Енді оны ары қарай қалай бизнес мақсатында қалыптастыру керек. Сол үшін де сіз осы марафонға қатысып отырсыз. Әркім бір қазір Инстаграмда табыс тапқысы келеді. Ендеше Инстаграмда табыс табу үшін бірінші жеке брендті қалыптастыруымыз керек. Жеке бренд, мысалға қарайтын болсақ, iPhone деп айтатын болсам, міндетті түрде сіздің ойыңызға кім келеді? Стив Джобс деп келеді. Мысалы, iPhone-ға байланысты Стив Джобсты ол екеуі бір ажырамас бөлік. Немесе футбол деп айтатын болсам, немесе футболист деп айтатын болсам, мүмкін сіздің ойыңызға ең атақты футболист келеді. Мысалы, Рональдиньо немесе Месси. Сол сияқты көрдіңіз ба, футбол десе уже ойына еріксіз жаңағы футболшының аты кеп тұр. iPhone десе ойына еріксіз Стив Джобс кеп тұр. Яғни сіз мысалға фудблогер болатын болсаңыз, яғни тамақтар пісіріп, онымен рецептілермен бөлісетін болсаңыз, бір тамақ керек болса, мысалға мен үйде тамақ жасайтын болсам, мен кімді есіме алам? Мен сіздің оқырманыңызбын. Есіме түсіп кетеді сіздің рецепттеріңіз. Яғни сіз менің алдымда фудблогер ретінде жеке брендіңіз қалыптасқан бір тұлға болып тұрсыз. Міне қысқаша жеке бренд дегеніміз осы. Ал ендеше бірінші сабағымызға кірісейік. Ол үшін жеке брендті қалыптастыру үшін Инстаграм парақшамызды жөндеу керек. Біз бір ескертетін жайт. Көзіңізге елестетіңізші, үйлеріңізге бір қонақ келеді делік. Сіз не істейсіз? Міндетті түрде үйіңізді жинап, бәрін тап-таза қылып, күнделікті емес, күнделіктіден ерекше таза ұстайсыз, иә? Сол сияқты осы қонақ келердей постоянно үйіңіз жиналып тұра бермейді ғой. Ал Инстаграмда қонақтар күнде келді десеңіз болады. Себебі сізді оқырмандар парақшаңызға кіріп шығып қарап жатады. Егер де парақшаңыз іші керек емес, қажет емес, пайдасыз ақпараттарға, сондайға толы болса, онда оқырманыңыз міндетті түрде сізге подписаться етпейді. Сізге оқырманды көбейту керек біріншіден. Себебі танымал болу үшін оқырман көбейту керек. Оқырман көбейсе, сізде лайк саны, охват бәрі де көп болады, и өзіңіздің де танымал болуыңыз арта түседі. Сондықтан да Инстаграм парақшаңызды бүгіннен бастап тазалауға кірісейік. Оны қалай істейміз, қалай бәрін жинақтап қоямыз, қай жерде не тұру керек, осы бүгінгі бірінші күннің сабағында өтетін боламыз. Ал ендеше бастайық. Бисмилля. Осы видеода айтылған барлық тапсырмаларды, әрбір айтқан тапсырмаларымды дұрыстап міндетті түрде ұғып, тыңдап алыңыздар. Қазір қолдарыңызға міндетті түрде қағаз бен қалам алып жазып отырыңыздар. Неге десеңіз, көп менің марафон өткен оқушыларымнан байқағаным, олар жай видеоны қарайды, соны істей салам деп ойлайды. Негізгі айтарым, қағазға түспеген ой ешқашанда орындалмайды. Сондықтан да әрбір ойыңызға келген нәрселердің бәрін қағазға жазыңыз. Тапсырмаларды орында дедім ба, соны жазыңыз. Қалай орындау керек? Ескертулер жасасам, соны міндетті түрде өзіңізге бір заметкаға алып отырыңыз. Жарай ма? Ендеше Инстаграмда бүгін Инстаграм аккаунттың шапкасын дұрыс толтыру жөнінде өтетін боламыз. Сіздерге осы видеоның астында презентация, яғни осы шапка профилін қалай жөндеу керек жөніндегі презентацияны жүктеп қоямын. Ендеше бірінші видеоны қарап алайық. Ең алғашқы Инстаграмды зерттейтін болсақ, сіз өзіңіздің атыңыздан емес, яғни оқырманның атынан, яғни оқырманның көзқарасымен қарағаныңыз жөн деп айтар едім. Себебі қараңыз, бірінші логиннан бастаймыз.
Логин деп отқанымыз мына презентацияда көрсетіліп тұр. Логин дегеніміз сіздің атыңыз. Мысалға, Тамара 87 немесе тағы да. Мысалға, менің логиным Альфия нижний пробел Болат. Енді қайсы сізге жағымдырақ болып тұр? Тамара 87 ма, әлде Альфия нижний пробел Болат болып тұр ма? Міне қараңыз. Бұл жерде мүмкін Тамара деген кісі 87 жылғы екенін айтқысы келген шығар. Немесе Тамара деген есім бұл жерде бос болмаған шығар, сондықтан ол 87 деп қоя салған шығар. Бірақ сіздерге айтар бір ескерту, логиніңізде ешқашанда сандарды қоймаңыздар. Ол оқырмандарды өзінен атталып кеп етеді. Яғни сан бір жағымсыз ойша, бір жағымсыз бір ой тудырып тұрады. Екіншіден, кейбір адамдар фамилиясы мен атын бірге қосып жазып қояды логинді. Ондай жағдайда ұзақ логин болып кетеді және оқырманның көзіне бір жаттанды болмайды. Яғни бірінші біздің ережеміз логин жазған кезде ол сіздің логиніңіз есте қаларлықтай болу керек. Мысалға, есте қаларлықтай әрі қарапайым болу керек. Мысалға, Альфия нижний пробел Болат. Немесе орамал нижний пробел шоп деген сияқты. Или просто там Ақмарал болды. Бір ерекше есім қойыңыздар. Яғни осы логиніңіз арқылы сіздің танымалдылығыңыз қалыптасады, жеке брендіңіз қалыптасады. Тамара 87 болсаңыз, Тамара 87 болып қалыптасып кетесіз. Егер сіз соны қаласаңыз, пожалуйста, істей берсеңіз болады. Ал егер өзіңіз серьезный аккаунт екеніңізді көрсеткіңіз келсе, онда дұрыс логин жазуды ұсынар едім. Сондықтан да егер де логин жазған кезде араларында нижний пробел қойылмайтын болып, егер ол аккаунт бос емес болып жатса, мүмкін онда нүктемен бөліңіз арасын. Яғни фамилия мен ат жазатын болсаңыз, онда арасын бөліңіз. Егер атыңыз ұзақ болатын болса, онда қысқартуға кеңес беремін. Ол бірінші ереже, логинға қатысты. Бұл бітті. Екіншісі бізде аватарка. Аватарка, яғни сіздің суретіңіз. Көбінесе суреттерде, Инстаграмда байқайтын шығарсыз, адамдар өзінің жеке аккаунтына өзінің суретін емес, басқа бір картинкалар, басқа бір суреттер қойып жатады, немесе жаңағыдай өзінің суретін қойса да бір бұлыңғыр, бір көзге көрінерлік емес, жаттанды емес суреттер қойып жатады. Сізге айтар кеңесім, бүгінгі тапсырмада берілетін аватаркаңызды міндетті түрде, мысалы қараңыз, мына төбеңізден шынтақ тұсына дейінгі көлемде болу керек, яғни 3-4 сурет сияқты. Бұл жерде сіздің нақты кім екеніңізді, яғни жүзіңіз көрініп тұрады. Екіншіден, қазір 2020 жылы трендте өте ашық түсті, яғни яркий дейді ғой, цветотипі. Сондай фотолар трендте болып жатыр. Сондайды да қойсаңыз болады. Немесе арт суреттер. Байқадыңыздар ма, кейбір аккаунттарда бір ерекше қолдан салынған сурет сияқты болып тұрады. Міне сондай суреттер қазір трендте болып жатыр. Бітті. Аватаркаға қатысты осындай қысқадан нұсқа кеңес сіздерге тапсырма. Үшінші, бізде бизнес профильге өтеміз. Ол астында бізде видеода болады, оны түсіндірем. Одан кейін ACB деген бар. ACB деген кезде сіздерде имя деп жазылып тұрады. Оны редактировать еткен кезде қазір видеода түсіндірем оны, бірақ қысқаша түсіндірме асын айтып кетейін. Имя деген кезде бұрындарда кәдімгідей мен мысалға Альфия Болат деп жазып қоятын. То есть менің логинім де Альфия Болат, атым да Альфия Болат деп қайталанып тұрады астында. Егер де логиніңізде атыңыз жазылып тұрса, онда қайталаудың қажет жоқ. Имя дегеннің орнына именно сол жері жирный болып жазылады. Сол жерге, яғни сіз немен айналысатыныңызды жазып қоюыңыз керек. Үшіншіден, ACB деген жерге сіз өзіңіздің немен айналысатыныңызды, өзіңізді, яғни сізге кірген жаңа оқырманның көңілін аулайтындай, сізге подписация ететіндей ақпарат жазуыңыз керек. Оны қалай жазу керек екен, қазір түсіндіремін. ACB деген жерге көбінесе мысалға табыс табуға байланысты, мысалға SMM-шіктерді көресіздер, SMM мамандарын көрген кезде Инстаграмда жай отыруды емес, ақша, табыс табуды үйретемін дейді. Немесе просто Инстаграмды үйретемін дегеннен көрі табыс табуды үйретемін Инстаграмда деп жазсаңыз,
более қызығырақ. Яғни сіз о себе деген бөлімге жазған кезде бір интрига, яғни адамға интрига создавать ететін бір нәрсе жазуыңыз керек. Яғни адамдарға интрига создавать ететіндей ақпарат жазуыңыз керек. Мысалға жазып қояды ғой, қызықтың бәрі сториста, менің парақшама кірсең, міндетті түрде пайдалы заттар ғана табасыз деген сияқты бір адамды сондай бір сіздің парақшаңызға итермелеп подписаться ететіндей бір зацепка, яғни ілгіш крючок болу керек. Міне, о себе дегенге осындай бір ақпарат жазасыздар. Ссылка на сайт немесе ссылка WhatsApp деген болады бұл жерде. Ссылка WhatsApp мен сіздерге астында төменде ссылкасын берем, соны копировать етіп өзіңіздің парақшаңызға вставить етесіз. Оны қалай істеу керек жөнінде сіздерге видео жөнінде қазір астына бәрін қойып қоямын. Ендеше сәттілік, бірінші сабағымыз, бірінші күннің тапсырмалары басталды. Сіздерге айтар ескерту бар. Отписка бөлімін жасаған кезде, яғни отписаться етесіз ғой. Яғни сізде қараңыздар, подписка бөлімі болады сізде. Подписка, яғни сіздің подписаться еткен парақшаларыңыз бар. Бұл жерде қажеті де бар, қажет емес те бар. Бұрын подписаться етіп, ұмытып кеткен парақшалар да бар. Туған туыстарыңыздың да парақшалары бар. Яғни қараңыз, сіздің может подписки бөлімінде 1000-нан астам немесе 200, 300, 500-ден, яғни өзіңіз жазылған қаншама рет жазылған парақшалар болуы мүмкін. Соның бәрінен отменить подписку дегенді жасауыңыз керек. Енді қараңызшы, Instagram дегеніміз ол робот сияқты. Яғни робот өзі. Ол қараңыз, сіз 2000 адамға жазылып алғансыз, бірақ ешбіріне лайк баспайсыз. То есть мүмкін бір 3-4-не, мүмкін 10-15-не басарсыз лайк. Комментарий жазарсыз да, сохранить етіп, кішкене активны боласыз. Бірақ мүмкін емес қой, 2000 адам бәріне активны, бәрін қарап, стористарын, бәріне лайк басып, посттарын оқып, парақшаларына кіріп, ондай активный емессіз ғой. Сондықтан да робот ойлайды, мына кісі не очень активный, мына парақша. Сондықтан да мен оны ең астыңғы қатардағы парақшалардың біріне тастай берейін. То есть подписка бөлімін азайтыңыз және өзіңізге нақты ең керекті деген парақшаларды, өзіңіз бір сүйіп оқитын парақшаларды ғана қалдырыңыз. Ескерту, отписка жасаған кезде бәрін бір күнде дәл қазір отырып алып, отменить подписку деп бәрін жасай бермеңіз. Максимальный бір 10-15, 20 адамнан отписаться еткеннен кейін арасына уақыт салыңыз. Жарты сағат, 1 сағат бір шаруаңыз істеп болғаннан кейін қайтадан есіңізге түссе, отписаться ете беріңіз. Максимальный сізде болатын подписанный адамдар парақшаларыңыз ол примерно 70 пен 100-дің аралығында болу керек. Әйтпесе, егерде сіз моментально 1000 адамнан, 100 адамнан отписка жасайын десеңіз, Instagram сізді блокқа салып тастайды. Одан кейін одан шығу кішкене уақыт талап етеді, мүмкін қиындап та қалу мүмкін. Ендеше осы ескертуімді ұмытпағайсыздар. Бір ескертетін жайт, іздеу барысында, яғни поискқа сіздің атыңызды жазған кезде бір анандай ерекше бір шрифттарды қолдануды кеңес бермеймін. Неге десеңіз, ол шрифттар поискқа басқан кезде сіз туралы ақпаратты лезде бере алмайды. Мысалға, SMM деп іздеген кезде ең бірінші мен болып шығу үшін мен сол жер, яғни имя деген жерге SMM, инфобизнес, кәсіпкер деп жазып қойдым да. Яғни SMM-ға қызығатын адамдар болса, SMM деп жазса мен шығамын бірінші. Алдағы қатарларда мен шығамын. Сонымен қатар, егерде сіз әдемі шрифтпен жаңа дөңгелекшелері бар, неше түрлі шрифттар болады ғой, сондайлармен жазып қойсаңыз, сізді SMM дегенді сондай шрифтпен жазып қойсаңыз, сізді іздеген кезде сіз өкінішке орай лезде табылмайсыз. Сондықтан да алдыңғы қатар, яғни топовый поиска топовый қатарда болу үшін міндетті түрде өзіңіздің жай қарапайым шрифтпен жазуды кеңес беремін.